Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге бірінші сыныпта өткен ашық сабақпен таныстырамын. Сабақтың басында ең алдымен оқушыларға психологиялық дайындық жүргізілді. Одан кейін оқушыларды осы бәйге бағалауы арқылы таныстырып өттім. Сосын оқушылар тақырыпты ашу мақсатында осы жұмыртқа әдісін қолдандым. Бұл жұмыртқа әдісінде оқушыларға сұрақ қойылады. Сұраққа жауап берген оқушы өздерінің қалауы бойынша жұмыртқаны ашады. Сосын тақырыптың атауын оқушылар өзі табады. Бұл жерде оқушыларға сабақтың алдында сабақтың қызығушылығын тудыру мақсатында жасалған жұмыстың бір түрі. Одан кейін оқушыларға сабақтың мағынасын ашу мақсатында видео бейне жазбасын көрсеттім. Бұл жерде YouTube арнасынан кез келген тақырыбыңыз бойынша видеолар тауып ала аласыздар. Одан кейін видеороликті көрсеткеннен кейін оқушыларға осындай WordWall бағдарламасы арқылы ойналатын, яғни ойынды ойнатып, әрқайсысына өздері алған ұпайлары бойынша осы бағалау парақшасы арқылы өздерін оқушылар бағалап отырды. Әрине, сабақтың ортасында жасалатын сергі түзәтінде ұмытпауымыз қажет, себебі балалар бір орында отырып немесе бір жұмысты жасаған кезде өте қатты шаршайды. Сондықтан бұл жерде тақырыпқа байланысты 10 саусақ әдісі бойынша өлеңдерін айта отырып қимылдарын оқушылармен бірге қайталадық. Келесі ойын бізде сөз жұмбақ әдісі, яғни оқушыларға ыңғайлы жасалынған жұмыс. Бұл жерде бізде кітапта берілген тапсырма. Ол тапсырманы орындамастан алдын оқушыларға бірінші апта күндерін ретімен қойып шығу жұмысы тапсырылды. Реттілігімен қойып шыққан апта күндерін енді бұл оқушылар осы сөз жұмбақ ойынында барлығын өздері тауып шығатын болады. Өздері орналастырған апта күндерін енді осы сөз жұмбақ ойынында белгілеп шығады. Бұл да WordWall бағдарламасында жасалатын ойынның бір түрі. Оқушылар бұл ойынды өте қатты жақсы көреді. Оқушыларды байқасаңыздар, қолдарында мен дайынмын деген қолдарында ұстағышы бар, яғни сол ұстағыш арқылы оқушылар шуламай жауап беріп отыратын болады. Балалармен сабақты өткен кезінде қызықтыру мақсатында әртүрлі әдістерді қолдана отырып жұмыс жүргізіледі. Бұл жерде оқушылар өздері топтарын анықтау мақсатында сиқырлы қоржын әдісі арқылы өздерінің топтарын анықтай отырып, қандай сұрақтарға жауап беретінін анықтату мақсатында жүргізілді. Одан кейін сол өздерінің топ атауларын анықтау мақсатында тапсырмалар берілді, яғни есептік және реттік сан есім туралы. Балалар барлығын болған кезінде арнайы қоңыраушалар арқылы өздерінің дайын екенін білдіріп отырды. Келесі тапсырма бізде қарындаш әдісі болды. Бұл жерде оқушылар сөз таптары бойынша берілген сөздерді өздерінің қарындаштағы сөзге сұрақтарына қарай отырып барлығын оқушылар салып отырды. Бұл жерде оқушыларға зат есім, сан есім деген сабақ өтілмеді, бірақ заттың атын, заттың санын, сапасын, түрін, түсін білдіретін сөздер деп үйретілді. Сондықтан оқушыларға сан есім, зат есім, етістік деген атауларды қалыптастырып кету мақсатында осы ойынды әрдайым жүргізіп отырамын. Ол оқушылардың алдындағы екінші сыныпта болатын ақпаратпен алдын ала танысу мақсатында жасалынған жұмыс. Одан кейін оқушылар орындап болған тапсырмаларынан кейін өздерін міндетті түрде әдісі арқылы бағалап отырды. Сабақтың ортасында оқушылармен қолшатыр әдісі орындалды. Бұл қолшатырда тамшылардың үстінде оқушыларға арналған сұрақтар болды. Сол сұраққа оқушылар жауап бере отырып, өздеріне берілген сұрақтарға жауап беріп отырды. Сабақтың соңында сократив бағдарламасы арқылы ұйымдастырылған, яғни сабақты қорытындылау мақсатында жасалған тест түрінде берілетін тапсырма. Бұл жерде оқушылар өздеріне берілген сұрақтарды бірінші, екінші нұсқа бойынша топтар арқылы сұрақтарға жауап беріп отырды. Әр сұраққа жауап берген кезінде тақтада өздерінің зымыраны ұшып отырды. Бұл ойын оқушылардың қызығушылығын оятуға және шапшаңдыққа балу мақсатында жасалған ойын. Бұл ойынды оқушылар өте қызығушылықпен орындады, яғни сабақта түсінгенін осы жерде белгілей отырып, зымыраны мәреге бірінші жеткен топтың оқушылары сабақ соңында жеңіске жетті. Біз сабағымызда музыкалық серкіту сәтінде қолданамыз. Бұл жерде музыка қосылады. Музыкаға оқушылар билеп, музыканы өшірген кезінде оқушыларға сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап берген оқушы ары қарай ойынды жалғастырып кетеді. Яғни сұрақтар тақырыпқа байланысты немесе одан да басқа сабақтан тыста сұрақтар қойылса болады. Сабақта тұйық оқушылардың өзі де сабаққа өте қызығып қатысады. Бұл ойынды сабақтарыңызда қолданып көруге кеңес беремін. Сабақтың соңында оқушылардың сабақта алған әсерлерін, сабақта түсінбегендерін білу мақсатында қолымдағы тұрған данышпан үкі арқылы кері байланыстарын алдым. Бұл жерде оқушылар өте жақсы түсіндім, орташа түсіндім, немесе әлі де сұрағым бар деген үкілерді алып, үкінің қалташасына салып отырды.
Сабақта өте белсенді болған оқушыларға өте тамаша деген медальдармен, сабаққа жақсы қатысқан оқушыларға жарайсың деген медальдармен марапаттап отырдым. Бұл медальдармен баланың сабаққа деген ынтасын арттыру мақсатында жасалған жұмыс. Осылайша біздің бірінші сыныптың ашық сабағы өте керемет деңгейде өтті. Назарларыңызға рахмет.